Максим Павлович Сафонов 1915 жылда түрен шағы асқыстағы военкоматтан сығары пары бысқан. Табылған пешіктерді көзділші хады қонғаны Мария Георгиевна Сафонова, қыз фамилиясы Тюмерекова шашыларында истегі ал шөбінді шуштан. Максим Павловичтан шадағы шулын хакасидағы шажыларыны хумырт қылыжан халық біргізінің князі Виталий Баранов істескен. Ол 2005 жылда Россияның арычылынс министерствосының өн архивінде Подольск городы аның пешіктерін тапалған. Мұның алынды шажының туғын чағынарын тапалырға келіспен, амды пазуқ күстініс еділші. Ол 91-ші атықжы дивизияның 104-ші алынчы развед батальонында болған. Андағы шажылар 1941 жылды шебіргі 4 июльді Смоленск облысындағы Борисенко алда ирткен пастағы ұлық шалызықты ізі шоқ шыт барғанар. Максим Павловичтың туғын чағынарына пістің редакциясар алы 8-993-197-07 шебіргі 4 телефонжы Виталий Барановсар айланырға ішәрер.